Каналыма қош келдіңіздер. Пәтер алуға арналған 8 ипотека. Тиімдісі қайсысы? Бірінші, нұрлы жер. Несие мөлшерлемесі 5%-ға дейін. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 5-2%-дан бастап. Бастапқы жарна үй құнының 20%-нан бастап. Қарыз беру мерзімі 25 жылға дейін. Нұрлы жер жаңа пәтер, жеке үй сатып алуға мүмкіндік беретін халықты қол жетімді баспанамен қамтамасыз етуге арналған мемлекеттік бағдарлама. Баспана дайын күйінде сатылады. Салынып жатқан нысананы пәтерді өз бетінше таңдауға болады. Бағдарлама қатысушыларына салық жеңілдіктері беріледі. Екінші, шаңырақ 5-20-25. Несие мөлшерлемесі 5%, жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 5-2%-дан бастап. Бастапқы жарна үй құнының 10%-нан бастап. Қарыз беру мерзімі 20 жылға дейін. Әкімдік кезегінде тұрған қазақстандықтар 5-20-25 бағдарламасына қатысып, ипотека рәсімдей алады. 2021 жылы өтінімдер аралығында әкімдікті есепте тұрған отбасы банкінің салымшыларынан, сондай-ақ банк салымшысы болып табылмайтын әкімдік кезегіндегі азаматтардан қабылданады. Шаңырақ пилот жобасына тұрғын үйге мұқтаж ретінде әкімдікте есепте тұрған азаматтар қатыса алады. Баспананы кез келген жаңа тұрғын үй кешенінен жеке құрылыс салушылардан сатып алуға болады. Сонымен қатар баспананы үлескерлік қатысу шарты бойынша алуға мүмкіндік бар. Бірақ ол үшін құрылыс компаниясында тұрғын үй құрылысында кепілдік беру қоры кепілдігі болуы керек. Бағдарлама талаптары: соңғы 6 ай ішінде отбасының әрбір мүшесіне келетін табысың 1 айлық көлемі 3-7% күнкөріс минимумнан. Ол көрсеткіш 2021 жылдың көрсеткіші 34.302 теңге, яғни 126.917 теңгеден аспауы тиіс. Үміткердің атында соңғы 5 жылда үй болмауы шарт. Төлем қабілетін растау міндетті. Қарыздың ең үлкен сомасы Нұр-Сұлтан, Алматы, осы қалаларда маңындағы аймақтарда 18 миллион теңге. Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Түркістан, Шымкент және Қарағанды қалаларында, сондай-ақ Қарағандыда 15 миллион теңге, басқа аймақтарда 12 миллион. Әкімдік салған несие тұрғын үй бойынша 1 шаршы метр бағасы Алматы қаласында 240 мың теңгеге дейін. Нұр-Сұлтанда және осы қала маңындағы аймақта 220 мың теңге. Шымкент пен Алматы маңындағы аймақта 200 мың теңге. Ақтөбе, Атырау, Ақтау, Түркістан, Қарағанды қалаларында, Қарағанды облысында 180 мың теңге. Басқа аймақтарда 160 мың теңгеге дейін. Үшінші, әскери баспана 8-15. Несие мөлшерлемесі 8%, 8-3%-дан бастап. Кейіннен несие мөлшерлемесі 3,5%-ға дейін төмендейді. Бастапқы жарна 15%. Несиенің максималды сомасы 45 миллион теңге. Несие мөлшерлемесі 60%, 6-2%-дан бастап. Бастапқы жарна 50%. Несиенің максималды сомасы 90 миллион теңгеге дейін. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің бұл бағдарламасымен үкіметтен тұрғын үй төлемін алатын әскерилер ғана ипотека рәсімдей алады. Ол үшін сізге несие алу үшін банк бөлімшесіне бару қажет. Тұрғын үй төлемдерін пәтер жалдауға, сонымен қатар отбасы банкіне жинақ ретінде пайдалануға болады. Төртінші, бақытты отбасы. Несие мөлшері 2%-ға дейін. Бастапқы жарна үй құнының 10%-нан бастап. Қарыз беру мерзімі 20 жыл. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің бұл бағдарламасымен әкімдік кезегінде тұрған отбасылар ғана ипотека рәсімдей алады. Олар көпбалалылар, толық емес, мүгедек баласы барлар. Бағдарлама талаптары: әкімдік кезегінде тұру, отбасының атында басқа үй болмау шарт. Отбасының табыс көзін растау. Соңғы жарты жылда отбасында әрбір адамның табысы 3-1 күнкөріс минимумнан аспау керек. 2021 жылы күнкөріс минимумы 34.302 теңгені құрайды. Ендеше отбасының әрбір мүшесінің табысы 106.336 теңгеден аспау керек.
Айлық жалақы жеке кәсіпкерліктен түсетін кіріс, нотариус, адвокаттар, жеке сот орындаушылар және тағы да басқа өтелуі қызмет көрсету шарты бойынша түсетін табыс, тұрғын үй төлемдері, шәкіртақы негізгі кіріс болған жағдайда негізгі кіріс ретінде есептеледі. Негізгі кіріс жеткіліксіз болса, қосымша табысы, зейнетақы және зейнетақы аударымдары, экологиялық төлемдер қосып есептеуге болады. Өзге жәрдемақылар кіріс ретінде есептелмейді. Бағдарлама қатысушысы өтінім берген кезде жұмыссыз болса немесе кірісі жеткіліксіз болса, онда қосалқы қарыз алушыны тарта алады. Қарыз сомасы Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтау және Атырауда 15 миллион теңгеге дейін, басқа өңірлерде 10 миллион теңгеге дейін. Бағдарлама арқылы жаңа салынған үйден пәтерлерді, пайдаланылған пәтерлерді, жеке тұрғын үйді сатып алуға болады. Ескертетін жайт: тұрғын үйді әкімдікте кезекте тұрған аймақтан ғана сатып алуға рұқсат. Бастапқы жарнаны әкімдік берген тұрғын үй сертификаты есебінен өтеуге болады. Тұрғын үй сертификаттарын алушылардың санатын әкімдік анықтайды. 5. Өз үйім. Несие мөлшерлемесі 3,5%-дан 7%-ға дейін. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 3-6%-дан бастап. Бастапқы жарна үй құнының 20%-нан бастап. Қарыз сомасы 90 миллион теңгеге дейін. Қарыз беру мерзімі 25 жыл. Өз үйім бұл жаңа салынған үйден пәтерді нарық құнымен төмен бағада беруге бағытталған отбасы банкінің жеке бағдарламасы. Бағалар нарықтағы үй құнынан төмен. Құрылыс барысында үлестік қатысу арқылы үй сатып алуға болады. Ол үшін үлестік қатысу туралы келісім шарт, сондай-ақ құрылыс компаниясы мен өкілетті ұйымда тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қоры ақ кепілдігі болу талап етіледі. Салымшының атында басқа үйдің бар жоқтығы және қанша үй сатып алайын деп жатқаны маңызды емес. Салынып жатқан нысаннан пәтер таңдау мүмкіндігі қарастырылған. Бағдарлама қатысушылары салық жеңілдігін ала алады. Үй сатып алынатын жерде тіркеуде тұру міндетті емес. 6. Ұмай әйелдер ипотекасы. Несие мөлшерлемесі 12%, арыз сомасының 50% жиналғаннан кейін ол 3,5%-ға дейін төмендейді. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 3-6%-дан бастап. Бастапқы жарна үй құнының 15-20%-нан бастап. Қарыз сомасы пәтерді бағалау құнының 85%-на дейін. Қарыз беру мерзімі 25 жыл. Отбасы банк Орталық Азиядағы тұңғыш гендерлік ипотеканы іске қосты. Ипотека табысы төмен әйелдерге беріледі. Отбасының ең жоғарғы табысы 320 мың теңгеге дейін болу керек. Әйелдер ипотекасы бағдарламасы арқылы қарыз рәсімдеу үшін әйелдерге ТОқЖБ шот ашып, бастапқы жарнасын толтыру қажет. Оның көлемі кіріс деңгейіне байланысты. Кіріс 200 мың теңгеден аз болса, бастапқы жарна 15%. 200 мың теңгеден көп болса, бастапқы жарна 20% болады. Берілетін несиенің шекті сомасы 30 миллион теңге. Пәтерді жаңа салынған үйлерден немесе ескі үйлерден де сатып алуға болады. Меншігінде басқа жылжымайтын мүліктің бар жоғы бойынша шектеу жоқ. 2 қарыз алушының қатыстыруға болады. 7. Орда ипотекасы. Жылдық сыйақы мөлшерлемесі 12%, табыс көзін толықтай растасам. 14% табыс көзін ішінара растасам. Бастапқы жарна үй құнының 30%-нан бастап. Қарыз сомасы 65 миллион теңгеге дейін. Қарыз беру мерзімі 20 жыл. Қазақстанда тұрғын үй компаниясының серіктес банктер арқылы Орда ипотекалық кредиттеу бағдарламасын жүзеге асырады. Бағдарлама бойынша жаңа салынған немесе ескі үйлерді сатып алуға болады. Бағдарлама қатысқан аймақтар Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қарағанды, Көкшетау, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Петропавл, Семей, Тараз, Орал, Өскемен. Қарыз сомасы ең төменгі сома 1 миллион теңге. Ең жоғарғы сома Нұр-Сұлтан мен Алматыда 65 миллион теңге болса, басқа қалаларда 40 миллион теңгеге дейін.
Бағдарлама Жусан банк, Евразиялық банк және Центркредит банк BI Group құрылыс компаниясы қатысады. Бастапқы жарнаны жылжымайтын мүлік түрінде қосымша кепілмен алмастыруға болады. 8. Жас отбасы. Несие мөлшерлемесі 6%, жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 63,3% бастап. Қарыз сомасы 90 миллион теңгеге дейін. Қарыз беру мерзімі 6 жылдан 9 жылға дейін. Кепілзат сатып алынғалы жатқан жылжымайтын мүлік. Жас отбасы бағдарламасы жақында некеге тұрған отбасыларға қаражатты 1 жыл жинаған жағдайда 6%бен несие беріледі. Жаңа салынған пәтер немесе ескі үй, жер үй сатып алуға болады. Үлескерлік қатысу шарты бойынша да алуға мүмкіндік бар. Қаражатты тұрғын үйді жөндеуге, үй құрылысына немесе жер телімін сатып алуға жұмсауға болады. Бағдарлама шарттары. Ерлі-зайыптылардың бірі немесе екеуінде де отбасы банкіне жаңа депозит ашып, кемінде 1 жыл бойы қаражат жинау керек. Жинақтау мерзімі өткенде бағалау көрсеткіші 5% кем болмауы тиіс. Несиелік өтінім берерде депозитке тұрғын үй бағасының 50%-ін жинау немесе бірден салу қажет. Депозитті некеге тұрған сәттен бастап 3 жылдың ішінде ашуға болады. Неке қию туралы куәлікке сәйкес. Видеомыз пайдалы болса, бөлісуді ұмытпаңыздар. Комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.